Математика сабағы 57-ші сабақ сандар жиынын құру және жіктеу. Сандар жиыны дегеніміз элементтері сандар болатын жиын. Бізде екінші есепте с жиына тиісті және тиісті емес сандарды ата, оларды жаз дейді. Бізде с жиыны міне дөңгелектің ішінде бізде с жиыны жататын сандар, ал сыртындағы сандар бізге с жиына жатпайды. Дәптерге екінші есепті былай орындаймыз. С жиынына тиісті сандар жиыны бізде 200-ден басталады. Ар жағын өзіміз жазамыз. Енді с жиынына тиісті емес сандар жиыны бізде 8, ар жағын өзіміз жазамыз. Төртінші есепте бізде т жиыны 13-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны және о жиыны 15-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны деп қарастырған. Енді тапсырма бізде осы екі жиынға да тиісті элементтерді жаз. Т жиына тиісті элементтерді жаз, т жиына тиісті емес элементтерді жаз. Төртінші есепті орындаушымыз бірінші дөңгелек санымыз, бұл бізде жиын. Бұл бізде т жиыны. Т жиыны бізге айтты 13-ке дейінгі, 13-тен кем 2 таңбалы сандар. Бізде ол бізде 10, 11 және 12. 13-тен 2 таңбалы сандар. Енді бізде о жиыны 15-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны. Демек мына сандарда о жиынына кіреді. Сондықтан біз шеңберді сыртынан жазамыз. 10, 11, 12, 13, 14 сандар жиыны болды. Енді осы екі жиынға тиісті элементтерді жаз дейді. Бізде бұл екі жиынға тиісті элементтер бізде 10, 11, 12, 13 және 14. Енді осының ішіне біз т жиына тиісті элементтерді және т жиына тиісті емес элементтерді жазып шығамыз. Бесінші есепте жиын элементтен атау ойыны. Бізде де гүлдер жиыны қызғалдақ, тал ажымға қарай өзіміз ойдан жазамыз. Өзендер жинағы жиыны, құстар жиыны және таулар жиынын дәптерге өзіміз жазамыз. Алтыншы есепте бізге теңдеу берген, теңдеуді дәптерге өзіміз орындаймыз. Бізде жетінші есепте а және в жиындан ата, осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді жаз дейді. Мына жерде бізде а жиыны бізде араб цифрларынан қалған элементтерін, в жиын элементтері латын әріптерімен және рим цифрлары. Бізге тапсырма. Осы екі жиынға тиісті дейміз шеңбердің ішіндегі элементтер, ал тиісті емес дейміз шеңбердің сыртындағы элементтер. Мына жаққа а жиына тиісті элементтерді және а жиына тиісті емес элемент жазамыз. Сол секілді в жиына тиісті элементті, тиісті емес элементті бөліп жазамыз.